Ақша, бүгін сенімен ана ретінде сұхбаттасқым келеді. Сені балаларыма қалай үйретерімді білмей жүрмін. Бұл өте өзекті мәселе. Әсіресе мені қыз баласына үйретші. Өйткені тек мен ғана оларға ертең еркіндік сыйлаймын. Білесің бе, бізге ақша қолдың кірі, ұят болады, сені күйеуің асырайды деуші еді. Бұл түбегейлі қате. Сен ақша сұрайтын емес, ақша табатын қыз тәрбиеле. Және де ақша үшін емес, идея үшін жұмыс істейтін болсын. Сонда қалай, қашан бастайын? 6 жасынан бастап ол ақша жаман, ақша қолдың кірі деген сөздерді естімейтін болсын. Ақша құрал деп бірден шындықтай. Ал 7 жасынан бастап қалтапұл бер. Қалтапұл ол дегенің не? Қалтапұл арқылы ол қаржы әлеміне есік ашады. Ал қанша теңге беруім керек сонда? Азғантай сомадан баста. Көмекшім? Бастысы өзіңнің балаңмен бірден келісіп ал. Біз қалтапұлды 3-ке бөлеміз деп: жинауға, жұмсауға және қайырымдылыққа. Қайырымдылық құтысы толғанда өзінің ақшасының игі мақсатқа жұмсалатынын білген бала қатты қуанады. Иә, қаржылық тәуелсіз қыз ешқашан біреуге тәуелді болмайды. Иә, бірақ бастысын ұмытпа, әрбір қыз баласы өзінің анасынан үлгі алады. Егер сен ақша туралы айтқанда уайыммен сөйлейтін болсаң, ол ақшадан қорқатын болады. Егер сен өзіңді соңғы орынға қоятын болсаң, ол да өзін жақсы көру дегеннің не екенін білмейді. Сондықтан да өзіңнің сауатыңды аш. Бастысы 12 жасынан бастап қызыңмен бай әйел қандай болады деген тақырыпта ашық әңгімелес. Бірақ мен біраз кешігіп қалған сияқты. Жоқ,